Кәсіпкерлердің қызметіне заңсыз араласу фактілерінің жолын кесу үшін мобильдік топтар құрылады. Қызылорда облысының прокуратурасы мен өңірлік кәсіпкерлер палатасы осы бағытта бірлескен шараларды жүзеге асырмақ. Қос тарап бизнесті қорғау және қолдау үшін өзара ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Меморандум аясында бизнеске бұғау болар түйткілдерді шешудің 5 басымдығы белгіленді. Кәсіпкерлердің ісін өрге бастырмай тұрған мәселелерді анықтау, талдау тұрғысында күш жұмылдыру аса маңызды, дейді прокуратура өкілдері. Бірлесіп жұмыстар қажетті деп есептейміз. Өйткені жекелеген жағдайда кәсіпкерлер өзінің бұзылған құқықтарын прокуратура органдарына жеткізе бермейді. Сондықтан мынау кәсіпкер палатасы өзі ашылып, өздері кәсіпкерлердің палатасына өздері де кәсіпкерлердің құрамынан құралғандықтан өзара араларында оларды қатынастар ашық түрде жүреді. Олар өз кезегінде бізге сол ақпараттар беру арқылы біз ықпал жасаймыз.